Бүгін мектебімізде оқушылармен бірге кезекті жиналыс өтті. Жиналыс барысында қоғамдық маңызы бар қауіпті ойындар туралы, буллинг, жол-көлік оқиғасы туралы түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Оқушыларға жалпы буллинг дегеніміз не? Оқушылар арасында қандай да бір әлімжеттік бар жоғын анықтау мақсатында әр баланың жеке ойы тыңдалды. Сондай-ақ тек ұрып-соғу ғана емес, өзара кемсіту, келемеждеудің де дұрыс емес екені түсіндіріліп, оқушылары өзара тату болуға шақырды. Сондай-ақ балалардың тез назарын аударатын әлеуметтік желідегі қауіпті ойындар туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Оқушылармен сұхбат барысында кімнің телефонында қауіпті ойындар бар екені анықталып, сынып жетекшілеріне тізімі берілді. Schoolboy Runaway. Құрметті ата-ана, балаңыздың ұялы телефонында осы ойын болса, өшіріп тастаңыздар. Бұл ойын жаман әрекеттер жасауға үйретеді. Ата-анадан қашып кету, биіктіктен секіру, қауіпті жерде жасырыну сияқты дүниелерді. Ата-аналар назарына, балаңыз үшін қауіпті ойындар тізімі: Schoolboy Runaway, Postal барлық бөлімі, GTA барлық бөлімі, Manhunt 2. Бұл ойынға көп елдерде тыйым салынған. Келесі кезекте жол жүру ережесі. Мектебімізде оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күнделікті күтіп алу, шығарып салу шаралары өтеді. Сондай-ақ оқушылардың мектептен тыс жерде жол жүру ережесін дұрыс сақтау мақсатында бағдаршам түстері, сондай-ақ басқа да жол жүру белгілерімен толықтай таныстырылды. Оқушылармен кері байланыс жасалды.